Сәлем достар, сіздермен бірге Жанат. Бүгін біз алда жаңа жыл келе жатыр, соған осындай әдемі имбирный пряниктер істейтін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен қатты қойылған оттың үстіне қантымызды саламыз, 300 грамм. Общий қанттың жартысы, міндетті түрде каструлямыз ұзын және асты қалың болу керек, өйткені өздеріңіз күйіп қалуларыңыз мүмкін және де қантыңыз жабысып қалуы мүмкін. Осылай қантты араластырып тұрамыз. Бұл қанттың еруіне шамамен карамельге айналуына шамамен 20 минуттай кетеді. Осылай түйірлене бастағанда астын орташа отқа қоясыздар. Түйірлене бастағаннан бастап міндетті түрде араластырып тұру керек болады. Осылай міне сұйық күйге жеткеннен кейін ыстық қайнап тұрған суымызды құйып үстінен араластырамыз. Мұнда ескеретін жағдай, суды міндетті түрде қолғаппен немесе майлықпен ұстаңыздар, себебі қантқа құйған кезде өте ыстық бу шығады, қолыңызды күйдіріп алуыңыз мүмкін. Осылайынан араластырып тұрып, үстіне қалған жарты қантымызды саламыз. Мына осылайынан қантымыз ерігенге дейін араластырамыз, оттан алып тастаймыз уже. Және кішкене суи бастаған сиропымызға осылай майды салып ертіп аламыз. Май еритіндей ыстықтықта болу қажет. Одан соң сиропымызды суытып қойып, суыған сироптың үстіне жұмыртқаның сарысын салып, оны да әдемілеп араластырамыз. Себебі жұмыртқамыз біздің қайнап кетпеу керек, ыстық сиропта. Осылайынан араластырып аласыздар. Араласып болғаннан кейін ұнымызға барлық специяларымызды, ас содасын салып, құрғақ массаларымызды әдемілеп араластырамыз, бір-біріне толық араласқанға дейін. Сосын оның үстіне дайын сиропымызды құямыз, немесе ұнды сироптың үстіне құйсаңыздар болады, ешқандай айырмашылығы жоқ. Осылайынан құйып араластыра бастаймыз. Алдымен лопаткамен араластырып, лопаткамен араластыру қиынға соққан кезде қолмен қамыр илейміз. Сиропты дайындап жатқанда қантыңыз түйірленіп қалса, одан қорықпаңыз, оның үстіне ыстық су құйған кезде ол еріп кетеді сол судың үстінде. Ең бастысы сол ертіп алғанға дейін ұнды қоспаңыз, әйтпесе қатты масса пайда болады. Полный еріп, сиропыңыз суық күйде болғаннан кейін барып, ұн қосып, осылай қамыр илейсіздер. Мұнда ешқандай мед қосылмайды. Егер сіздің немесе балаларыңыздың аллергиясы болатын болса, специяларды қоспасаңыз да болады. Онсыз да пряник өте дәмді болып шығады. Осылай иленген қамырымызды полиэтилен пакетке салып, холодильникте бір түн сақтаймыз. 2-3 сағат сақтасаңыз да болады, бірақ бір түн тұрса өте жақсы болады. Холодильникте 1 апта, 2 аптаға дейін бұзылмай тұра береді. Бұл қамырдың ерекшелігі, себебі қант бізде табиғи концентрат. Осылай қамырымыз тұрып болғаннан кейін келесі күні жаямыз, пісіреміз пряниктерімізді. Асығыс болсаңыз 2 сағаттан кейін алып пісіре берсеңіз де болады. Осылайынан қамырымызды бөліп алып жаямыз. Қалыңдығы 2-3 мм болса жақсы, себебі пештің ішінде ол көтеріледі. Осындай оқтаумен жайсаңыздар болады, немесе ұзын оқтаумен жайсаңыздар болады, ешқандай айырмашылығы жоқ. Ең басты барлық жері бірдей болу керек. Егер сіз өзіңізге сенбей, қатты жұқартып жерем десеңіз, оқтаудың екі жанына сушидің палочкасын қойсаңыз, немесе ағаш сызғыштарды қойып жайсаңыз болады. Міне қалыңдығы осындай 2-3 мм болу тиіс. Осылай жайып болған қамырымыздың үстіне вырубкамызды, кескішімізді қойып, осылай формамызды кесіп аламыз. Егер сізде форма болмаса, қағазға шығарып алып, оны скотчтап, осылай қолыңызбен кесіп шықсаңыз да болады. Оны қазір көрсетемін. Табаға перфорированный коврик қойып, үстіне пряникімізді саламыз. Перфорированный коврик болмаса, пергамент қағазын қолдансаңыз да болады. Бірақ мұнда пряниктің әр жері әртүрлі болып шығуы мүмкін. Себебі перфорированный коврикта астында ауа болады, көтеріліп жатқан пряниктің ауасы сол ковриктің астымен шығып кетеді.
міне осындай пряниктерімізді әдемілі формалармен дайындап аламыз. Мында человечектер, әртүрлі өзіңіздің қалауыңыз бойынша формаларыңызды келтіріп аласыз. Пряниктер 180 градуста қызып тұрған пеште 7-8 минут піседі. Піскеннен кейін бірден алып қоясыздар. Бірден ала берсеңіздер болады пештен. Жаңа жыл жақындағандықтан мен сіздерге арнайы осындай вырубкаларды көрсетіп жатырмын. Осындай әдемі пряниктер шығады. Егер форма болмаса, міне осылай қолыңыздан шығарып алып, жан-жағын скотч ұстап, кесіп шықсаңыз болады қамырдың бойымен. Мұнда пышақ қолдансаңыз, немесе балалардың пластилинге арналған пышағын қолдансаңыз да болады. Немесе арнайы өздерінің кондитерлік пышақтары болады. Ешқандай разница жоқ. Ең бастысы осылай әдемі қылып кесіп шықсаңыз болғаны. Пешке 180 градуста 7-8 минут пісіреміз. Міне осындай әдемі пряниктер шығады бізде. Бұл пряниктер дайын тұрған күйінде 3-4 айға дейін сақталады. Бірақ жабық тұру керек. Ауадан жабық тұру керек. Пісіп болған соң міндетті түрде бірден үстіне осылай 10 секундтан тақтаймен басамыз. Себебі пряниміз бір текті тегіс болу керек. Пісіп жатқан кезде пряник көтеріледі ғой, сол кезде әртүрлі размер болып қалмас үшін. Мұны осылай тегіс әдемі пряниктер шығады. Бұларды осылай жесеңіздер де, немесе үстіне глазур жағып әсемдесеңіздер де болады. Глазурды қалай әсемдейтінін келесі видеода көрсетемін. Ас болсын.